сіздерге осындай әдемі макияжды қалай жасау керектігін үйретемін. Бұл макияж көктемге өте жақсы келеді, өте әдемі және көңілді. Праймер ретінде мен Oriflame компаниясының Sun Zone SPF 50 бар кремін қолданамын. Байқап отырғаныңыздай, бұл праймер қазіргі тренд бойынша бетті ішінен жарқыратып әдемілеп тұрады. Келесі менің қолданатыным ол тоналдық крем. Мен The One Everlasting Foundation Nude Porcelain түсінде қолданамын. Біз тональный кремді жаққанда міндетті түрде осындай спонжиктарды қолданамыз. Oriflame компаниясында осындай 4 спонжик 440 теңге тұрады. Сондықтан менің ойымша бұл өте тиімді зат. Үлкен бьюти блендерларды 1000 теңгеден алып жүргенше, осындай кішкентай спонжиктардан 4 алып қойсаңыз, сізге өте тиімді болады, әсіресе макияжды жасайтын қыздарға. Кремінен байқап отырғаныңыздай, кейде осындай мойыннан түсі басқа болып тұрады. Сондықтан оның барлығын осылай мойынға да жағып қоямыз. Егер біздің киімімізде мойыны ашық болатын болса, егер мысалға біз водолазка киетін болсақ, яғни мойнымыз жабық, ол кезде онда бұл тональный кремді жақпай қойсақ та болады. Құлағымызға да кішкене жағып қоямыз. Енді бұл уже сіз егер фотосессияға баратын болсаңыздар, онда ол кезде барлық денеңіз бір тон болу керек, бір түс болу керек. Сондықтан осындай махинациялар жасаймыз. Тональный кремді ерінге де жағамыз. Бұл неге ерінге жағамыз? Себебі бұл деген помаданың астына тоже праймер керек. Сол праймер ретінде біз тональный кремді қолданамыз. Ал енді келесі біздің көзге мен Art Deco компаниясынан арналған көзге арналған праймер. Яғни көзге жағатын тени дейді ғой. Сол тенедің астына праймер ретінде қолданамын Art Decoны. Бұл да өте тиімді. Үлкен осындай баночкасы. 2000 теңгеде тұратын шығар. Мен өзім 2000 теңгеге алдым. Және бұны уже 2 жыл бойына қолданамын. Өте ұнайды. Қай күнге дейін жарамды екенін, жарамды мерзімін яғни білмеймін, бірақ енді өзінің міндеттерін орындап жүр. Маған ұнайды. Барлық осы векамызға жағамыз. Сосын бұл праймердің үстінен міндетті түрде пудраны жағамыз. Байқап отырғаныңыздай, мен барлық бетімдегі мен тегістедім. Енді келесі біздің қадам ол осы жаңағы тегістеген жерлерге жаңадан әдемі бет пішінін құрастыру. Ол үшін мен өзімнің сүйікті кисточкамды қолданамын. Oriflame 01. Соның бүгінгі біздің макияжды мен тек қана осы палеткамен жасайтын боламын. Сіздер байқағаныңыздай, менің каналымда осы палетканы әрдайым қолданамын, себебі оның түстерінің барлығы біз азиялық қыздарға өте жарасымды келеді. Сондықтан осыны қолдануға мен ұсыныс беремін. Ең алдымен біз праймер ретінде ақ тенеді бүкіл векаға жағамыз. Оны мысалға міне көздің түбіне көбірек жағу керек, сосын қастың астына. Енді келесі біздің қадамымыз. Мына тұрған екінші тенеді алып, көздің мына жерде сүйек тұрады, сол сүйектің астына қарай ақырындап жағамыз.
Келесі біздің қолданатын түсіміз ол ең астындағы тұрған түс. Соны жаңағы біз бірінші жаққан түстің астына ақырындап жағамыз. Біз бұларды жаққан кезде градиент құрастыруымыз керекпіз. Яғни градиент деген не? Ол ашық түстен қараңғы түске біртіндеп көшу. Сол эффектіні біз де көзімізде орындауымыз керек. Енді келесі түсіміз ол мұндағы сұр түс. Бірақ сұр түсті басқа кисточкамен жасаймын. Ол үшін мен міне мынандай кисточканы қолданамын. Бұл да Oriflame'нан алынған кисточка, бірақ қазіргі кезде оның жаңа түрі пайда болды. Бұл сұр түсті астына қарай жағамыз. Кірпіктерге жақынырақ қылып жағамыз. Жағып болған соң, жаңағына сары кисточканы аламыз да қайтадан осы жаққан тенедің границы дейді ғой, сыртқы қабаттарын ақырындап растушевать етеміз. Ал енді келесі жағатын түсіміз ол қара түс болады. Қара түс. Оны Giordani Gold'тың кисточкасымен жағамыз. Ақырындап жинап алып, кірпіктің астына қарай кішкене ғана жағамыз. Қара тенді көп жағудың қажеті жоқ. Оны сосын тушевать етеміз. Сосын қараймыз. Яғни қара түстің қаншалықты қажеттілігін өзіміз дұрыстап отырамыз, қарап. Отырғаныңызда біздің ең басты мақсатымыз ол төмен қарап тұрған кезінде мысалға көздің мына шеті томпиып тұрады да, ал соңы астына түсіп кеткен болады. Және макияж жасаған кезде біз осы жерге қара тендерді жағып, соның арқасында мына астына түсіп кеткен жерді біраз көтереміз. Келесі біздің жағатын түс ол мына түс болып есептеледі. Бұл жылтырлары бар. Бұл жылтырлары бізге қажет. Оны қолымызбен көздің ортасына жағамыз. Енді мына Real Technique кішкентай кисточкамен жаңағы қара түсті алып, көздің астын біраз саламыз. Ол жерге де қатты салудың қажеті жоқ. Сіздер байқасаңыздар, менің мына жерім көтеріліп тұрған. Сол көтеріліп тұрған жерді аламын да біраз астына түсіремін. Түрде барлығын растушевывать етуге тырысыңыздар. Растушевкаға міне осы кисточка өте күшті келеді. Жұмсақ, продукты да жақсы көзге түсіреді. Маған сонысы ұнайды. Ал енді келесі бізге подводка жасау керек. Подводканы мен өзімнің MAC-тан алған подводкамды қолданамын, MAC компаниясынан. Подводканы айтпақшы сызғанда қараңыздар, былай жасайсыздар. Міне көз тұр ғой. Сосын астыңғы линия тұр, көздің астыңғы сызығы. Сол астыңғы сызықты сіздер жалғастыруларыңыз керек сіздер. Жалғастырғанда мінеки былай алып,
Мысалға, мына көзінде нақты көрініп тұр, көздің сыртқы бұрышы астына түсіп кеткенін. Және мына көзінде подводканың стрелканың арқасында ол үстіне көтеріліп тұр. Ал енді келесі кірпіктерімізді бояймыз. Ол үшін мен Colorbox'тың тушын қолданамын. Келесі қасымызды бояймыз. Қасымызды бояу үшін міндетті түрде карандаш немесе басқа дененің қажеті жоқ. Осы палитрадағы қара түс қас бояуға келеді. Өте жақсы келеді. Ең алдымен қасты бояған кезде қастың соңынан бастаймыз да, ортасына қарай қимылдаймыз, жылжимыз. Қасты бояған кезде алдын бояудың қажеті жоқ. Тек қана құйрығы мен денесін боясақ болды. Сол жетеді. Сол кезде сіздердің қастарыңыз боялып тұрғанын ешкім білмей қалады. Біздің жасаған бояуымыз тым қатты болып кетсе, артындағы щеточкасымен тарап жіберсек болғаны. Мен консилерді қолданамын. Бұл консилерді көздің астына жағамын. Және носогубный складка дейді, сол носогубный складкаға жағамын. Сосын жалпы осы жерді ағартып шығу үшін жағамын. Сосын тағы да осы мына мұрынның мына сызығына дейін тоже осы консилерді жағып қоямын. Консилерді мұнда жаққанның арқасында біздің макияж таза болып шығады және әдемі жарқырап тұрады. Және консилерді маңдайға ортасына жағамыз, сосын подбородаққа, сосын ерін үстіне және мұрынның ортасына. Ал енді осының барлығын пудрамен қа слоймен жағып шығамыз. Пудраны қатты үлкен слой қылып жағудың қажеті жоқ. Себебі ол пудра тек осы макияжды закрепляющий ретінде болып есептеледі. Сондықтан пудраны жеңіл ғана слоймен жаққан дұрыс. Ал енді келесі бронзерді, сүйікті бронзерімді қолдана отырып, біз бетіміздің контурын түзейміз. Оны қалай жасаймыз? Мінеке көріп тұрсыздар ғой, міне кішкене ғана. Бұлай бастарыңызды қисайтсаңыздар, мына жерден көлеңке шығады. Сол көлеңке бойымен көлеңкенің үстінен, яғни бронзермен жүргіземіз. Жеңіл ғана және әрдайым үстіне 1, 2, 3. Осындай іс әрекеттер арқылы бетімізге тартылған сондай әдемі келбет жасаймыз. Және міне подбородоктың астында тоже азақ қана. Сосын, егер сіздерде менікі сияқты маңдайларыңыз үлкен болса, онда осы маңдайдың міне шаштан қасқа дейін аралықты осы жерді біраз бронзермен жабамыз. Міне байқап отырғаныңыздай, мына бетім менің арық, мынау бетім толықтау. Сондықтан екінші бетке көшеміз. 1, 2, 3. Менің сүйікті Майкл Дуглас палитрасынан мынандай екі түсті алып, екеуін араластырамыз. Сіз кез келген қалаған өзіңізге ұнаған румянаңызды алып, күлмейміз. Күлсек себебі қараңыз, былай күлгенде мына жердің бәрі үстіне көтеріліп кетеді тас. Сосын күлмегенде бұл румянаның барлығы астына түсіп кетеді. Сондықтан түзу айнаға қарап тұрамыз. Сосын міне мына сүйек бар ғой, сол сүйектің үстінен ақырындап
Былай түзу қарап тұрасыздар да, міне мына жерден тоже үстіне қарай тартасыздар, бронзер сияқты. Яғни бірінші қабат ол бронзер, екінші қабат румяна. Румянаны көп жағудың қажеті жоқ. Жай ғана жеңіл бетіміздің балғындығын көрсету үшін жағамыз. Және оны қалдықтарын подбородыққа, сосын маңдайға жағып шықсақ болады. Ал енді келесі хайлайтер. Хайлайтер ретінде мен ақ тенеларымды қолданамын. Бұлар Color Box сериясынан. Қаласаңыздар, жаңағы мына палитрада. Мына палитрада тоже міне аппақ түс бар. Онымен де жақсаңыздар болады. Ақ тенеді еріннің үстіне. Ал енді біздің соңғы жұмыс ол еріндер. Ерінге мен осында палетканы аламын. Бұл палетканың түстері міне осындай. Ортаңғы түсін алып, ортаңғы түсі мен средний түсін екеуін араластыруға болады. Жағамын. Көрсеткен макияжым аяқталды. Бұл көктемге жақсы келетін көңілді, түсті, әдемі макияж. Барларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.